Сәлем достар, бүгін мен осындай сәбіз бен орех қосылған өте дәмді кексті жасадым. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз достар. Алдымен 3 жұмыртқамызбен қантты жақсылап араластырып аламыз. Миксердің ешқандай қажеті жоқ, қарапайым венчикпен араластырсаңыз да болады. Қыздар, бұл жолы мен қантты 200 грамм қостым, бірақ та менің кексім қатты тәтті болып шықты. Сол себепті сіз қатты тәтті болып шыққанын қаламасаңыз 150 грамм қантты қоссаңыз да болады. Барлығын араластырып болған соң, тоңазытқыштан алынған айранымызды қосып, тағы да барлығын басын біріктіретін боламыз. Алдын ала елекке мен 250 грамм ұнды салдым, бірақ та видеода көріп тұрғаныңыздағыдай, мен 250 граммны тек қана 200 граммын салдым да 50 граммын алып қойдым. Енді оған бір шай қасы қопсытқыш және де біздің кексімізге хош иіс беру үшін сәл ваниль қанты немесе ванилинді қоссаңыз болады. Енді барлығын біркелкі етіп, бір бағытта араластырамыз. Оның құрамы әртүрлі болғандықтан, қыздар, ұнымыздың барлығын салып жүрмейміз. Бастапқыда бір 200 граммын саламыз. Содан кейін, егерде сіздің қамырыңыз қою болмаса, онда қалған ұныңызды салып жүрсеңіз болады. Менде мысалға бұл қамыр әлі қою болған жоқ. Сол себепті мен қалған 50 граммды барлығын тағы да осылай салып жібердім. Бізде міне массамыз осындай видеодағыдай сәл қою болу керек. Енді барлығын бір бағытта араластырамыз. Ұнымызды салғаннан кейін жайменде пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Енді оған есі жоқ сұйық майымызды қосамыз және де алдын ала үккіштен өткізілген біздің сәбізімізді 50 грамм ұнтақталған орехты қосып жақсылап араластырамыз. Егер де сәбіздің сіздер кекста білінбей қалғанын қаласаңыз, онда үккіштің ұсақ түрінен үккіштен өткізсеңіз болады. Сол кезде ол кәдімгідей кексте сәбіздің бар жоғы білінбей қалады. Барлығын араластырып болған соң, енді жаңағы айтқан 50 грамм орехімізді қосамыз. Егер де үйіңізде орех болмаса, ештеңе етпейді. Орехсыздақта бұл кекс өте дәмді болады. Үйіңізде қандай таба бар, сондай табаға бұл кекстарымыздың барлығын салып, біркелкі етіп беттерін тегістеп, 180 градуста 35-30 минут жақсылап пісіріп аламыз. Бірақ айта кететін бір жайт, біздің пешіміз алдын ала 180 градуста қызып тұруы керек. Менде үйде бір осында Қазақстанның жарты бөлігі қалған ет, және де оған бір плитка альпенгольдті қосып, барлығын енді су моншасында жақсылап ерітіп аламыз. Кексіміз дайын болғаннан кейін, оны жақсылатып суытып аламыз. Судан кейін барып, осылай біздің үстіне құятын начинкамызды жан-жағын барлығын біркелкі етіп құямыз. Мен бетіне әдемілік үшін кокос ұнтақтарында септім. Бетін әртүрлі қылып, өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Енді сағатпен шамамен 1 сағатқа бетіндегі шоколадты қатқанша алып қоямыз. Мен шоколадтың қатты қатқанын күтпедім, бір шамамен 30 минуттай менде уақыт өтті. Енді әдемілетіп барлығын кесіп көрейік. Сонымен қатар достар, мен жаңағы бетіне начинкасына 1,5 шоколадты қостым. Егер де сіз мықты тәтті болғанын қаламасаңыз, онда 1 шоколадтың өзі немесе жарты шоколадтың өзі де жеткілікті болады. Немесе мүлдем шоколадты қоспасаңыз да болады. Енді әдемілетіп, қараңыздар, біздің кексіміз жұп-жұмсақ болып шықты және де миксерсіз дайындалады. Ішінде орех пен сәбіз біздің кексімізге ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Сонымен қатар достар, менің каналымда одан да күшті рецепт бар, каналыма тіркелеміз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.